көрдіңіз. Ал енді өзінің адам коуч ретінде сезіну қалай өзіңіз сездіңіз? Әрине алғашқы болған өзімде де толқулар болды. Ұйымдастыру жағынан келесі жылдары дұрыс орынды жүйелі түрде қоюға тырысамыз енді. Жаңа тәсілдерді пайдалануда көп түрлі пайдалану керек және тиімді пайдалану керек деп ойлаймын. Сіздің де белгілі кемшіліктер не ойлайсыз? Сәл үйлеспеген бірақ мұғалімдердің белсенділігі орнына тақырды енді осы тақырыбын ашуда қалай келесіде топтық жұмыста жаңа тәсілдерді осы жасату керек. жаңағыдай тақырыпты ашатындай сұрақтар қойғанымыз керек екен. Сұрақ бойынша ашық жауап болады бізге енді ашық сұрақтар. Ендігі көз сауықтарымыз